Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен осындай өте оңай жолмен дайындалатын және де өте дәмді пирожное картошка деген десерт дайындаймын. Ең алдымен кез келген салмасы жоқ печеньені осылай үгітіп аламыз. Болмаса блендер болса блендермен үгітеміз. Содан кейін 4-5 ас қасық какао ұнтағын қосамыз. Осылай қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Кейін қоюландырылған сүтпен ерітілген сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Осылай қасықпен жақсылап араластырып болғаннан кейін қолмен елейміз. Кейін осылай әр бөлігін алып, домалақ немесе сопақша қылып формасын істейміз. Және печеньенің үгітіне бір аунатсаңыздар болады, немесе үстіне какао ұнтағын сепсеңіздер болады. Және пирожныйны өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндейсіздер. Мен осындай шиемен сәндедім. Сіздер жаңғақпен немесе креммен сәндесеңіздер болады. Өте дәмді болып шықты, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, видео ұнаса лайк басып және комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.